Қайырлы күн достар, бүгін маринадталған құйрық майы дайындаймыз. Видеоны соңына дейін көріп, каналыма тіркеліп кетіңіздер. Ең алдымен өзімізге керек мөлшерде құйрық майын алып аламыз және оны жақсылап жуамыз. Жуып болғаннан кейін осылай ұзынша етіп бөліктерге бөліп аламыз. Тұз жақсы сіңу үшін осылай бөліктерге бөлеміз. Бөлінген құйрық майларымызды жақсылап отырып тұздаймыз. Тұзды осылай қолымызға алып, екі бетіне ысқылап отырып жағыңыздар. Молда қылып тұздай беріңіздер. Құйрық май өзіне керек тұзды ғана бойына сіңіріп алады. Мариновкасына 2 бас чеснокты ұсақтап, үстіне 2 ас қасық қызыл бұрыш және 2 ас қасық паприка саламыз. Осы маринадпен жасап көріңіздер, өте қарапайым және өте дәмді болып шығады. Жақсылап араластырып, бір құйрық майды тұздап 1 сағатқа бұқтырып қоямыз. Осы бұқтырылған құйрық майымыздың үстіне осы чесноктан жасалған маринадымызды ысқылап отырып, екі бетіне әдемілеп жағып шығамыз. Барлық бөліктеріне дәл осылай жасаймыз. Барлығын маринадтап болғаннан кейін пищевой пленкеге жақсылап ораймыз. Осылай 5-6 мәрте қайтара ораңыздар, екі жағын қайырып. Өйткені қазір суға салып қайнатамыз. Сол қайнаған кезде ашылып кетпейтіндей болу керек. Тартыңқырап отырып, қаттылау қып, жақсылап пленкамен осылай орап аламыз. Барлық құйрық майдың барлық бөліктерін дәл осылай жасап дайындап аламыз. Пленкасы ашылып кетпейтіндей болу керек. Барлық бөліктерінде дәл осылай жасадым. Және де кастрюлемізге суды құйып, үстіне құйрық майларымызды салып, астын жағып, қайнаттым. Қайнағаннан кейін барып есептейсіздер. Қайнағаннан кейін барып 30 минут уақытта қайнатып, сол кезде жақсы болып піседі. Піскен құйрық майларымызды осылай әдемі етіп турап жей берсеңіздер болады. Өте дәмді. Құйрық майдың өзі ағзаға пайдасы да өте көп. Осы уақытқа дейін кері әсерлері анықталмаған. Біраз ауруларға біз білмейтін біраз ауруларға ем. Дәмі де өте жақсы. Дәл осы мариновкамен жасап көріңіздер. Видео ұнаса каналыма тіркеліп кетіңіздер.